Қазақстанды 30 жылдай басқарған билік тізгінін екінші президентке өз еркімен берсе де, түбегейлі кетіп қалмай, қауіпсіздік кеңесінің төрағасы ретінде мәңгілік билікке ие болған Нұрсұлтан Назарбаев бүгін қайда? Оның жағдайы қандай? Деген сауал тек Қазақстан халқын ғана емес, бүкіл әлемді алаңдатып отыр. Назарбаев ел алдына соңғы рет өткен жылдың 28 желтоқсанында шыққан еді. Ағылшындық The Guardian басылымы Назарбаев ешқайда кеткен жоқ. Ол Нұрсұлтан қаласында қазіргі президент Тоқаевпен саудаласып жатыр деген болжам айтады. Кейбіреулер оны Женева көлінің жағасында тығылып жатыр десе, өзгелері Дубайға қашып кетті деп топшылайды. Тіпті кейбір конспирологиялық теорияларға да жол беріліп, оны бәлкім қайтыс болып кетуі мүмкін деген болжамдар шыға бастады. Шын мәнісінде көптеген ақпараттар оның әлі де Қазақстанда өзінің аты берілген қала Нұрсұлтанда екенін айғақтайды. Маған жеткен сенімді ақпарат бойынша Назарбаев тірі, әрі Тоқаевпен активтермен табысты қалай бөлісу жөнінде саудаласып жатыр дейді Қазақстанмен жақсы байланысы бар бұрын үкімет құрамында болған батыстық шенеунік делінген мақалада.